Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге осылай ерекше, дәмді, әрі оңай, тез жасалатын ораманы жасап көрсететін боламын. Бисмиллах деп жұмысымызды қамыр илеуден бастайық. Қамырға 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 100 мл су және 200 грамм ұн қолдандым. Қамырды да жайып болдым. Мінекей, енді қамырдың бетін осылай жақсылап майлап алатын боламыз. Қамырды жұқалау қылып жайсаңыз да жақсы болады. Себебі қамырды қалың қылып қойсаңыздар, піскен кезде тез піспейді, әрі жеген кезде дәмді болмайды. Начинканы салып, осылай бір тегіс барлық жеріне жайып шығамыз. Начинкаға мен картошка, тартылған ет, капуста және пияз қолдандым. Начинканы жайып болдым. Енді оқтауды осылай қоямыз да қамырды оқтауға ораймыз. Бір тегіс қылып әдемілеп ораймыз. Сосын оқтауды алып, жан жақтарын тегістеп сәндейміз. Мінекей осылай болады. Енді мантоварканың листін майлап, дайын қамырымызды салып, үстін тағы да бір майлап аламыз. Енді мантоваркада газдың астын қатты қойып, 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Енді подливасын дайындауға кірісем. Подливасына мен пияз бен помидор қолдандым. Мінекей достар, орамамыз да пісті. Енді поливамызбен үстіні осылай сәндейміз.
Достар, осылайша жылдам жасалатын ерекше ораманы дайындап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.